атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Біздің сыныпта 2 қожа бар. Біреуі саны қожа, ал біреуі кәдімгі қара қожа. Менің сыныпта біреу мазақтайтын болса, мен олардың әкесін танытамын. Жантақты, Жантас, сен бісің жүрген? Жоқ, мен ғой қожа. Қожа, сенсің бе, не істеп жүрсің? Өзі, сен лагерге бармадың ба? Жоқ, мен бармадым. Осы жылы әжеме көмектесемін. Ал Майқанов апай келесі жылға лагерге тегін жолдама алып беруге уәде берді. Жанар, мені кешегі қылығым үшін кешірші. Кешегі қылығым болмады, жарайды, кешірдім. Жүр, дойбы ойнайық. Үйдегілерің қайда? Әжем диханға кеткен. Ұят болмай ма? Жоқ. Кетті ендеше. Сен бірінші жүр, мен сенің артынан жүремін. Сыйлаған түрін қараш. Қожа, келісіп алайық. Егер сен дойбыдан ұтылатын болсаң, әлем жүзіндегі ең мақтаншақтың өзі боласың. Жарайды. Сен ұтылдың, сен мақтаншақсың. Жоқ, әлі мен бір бей бар ғой. Жарайды, оның да қолынан не келетінін көрейік. Ұтылдың, мақтаншақ. Жоқ, мен ұтылған жоқпын. Сотқар қожа, кел үйге, енді сенмен дойбы ойнамаймын. Не болып қалды, қожа? Апай, маған лагерге жолдама беріңізші. Не мынау үсті басын, үстіңді сүр, тазала. Апай, мен ойымды өзгерттім. Мен лагерге барғым келеді. Сенің қылтың сылтың көбейіп кетті. Біресе барам дейсің, біресе бармайын дейсің. Мынау ойың ба, Қадыров? Олай болса мен мүлдем бармаймын. Онда келесі сыныпқа көшпейсің. Көшпесем көшпей-ақ қояйын. Жантас, мына кітапты қарашы. Ғарыш кораблі деп аталады екен. Бұл кітаптың авторы өте ақылды, сымбатты, данышпан екен. Ер жігітке әдебиеттің қажеті жоқ, ақылы болса болдым. Ал сен барып тұрған ақымақсың. Жантас, 1 минутқа шығып кетші, шаруам бар еді. Шығатын шаруам жоқ. Әңгімелерің болса, мен шығып кетейін. Шаруам бар. Жоқ, Жанар, отыр, сенен жасыратын ештеңем жоқ. Міне, мына кітапта көптеген ғарыштар туралы айтылған. Әдемі суреттер бар екен, я? Жантас. Сотқар қожа, мен сенің Майқанов апайға айтам. Бақты